қарай жалғастырамыз және де шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы кім? Барыс, Саддәулет, Оразғали, Бекзат, Барыс. Қанша рет айттыңыздар Барыс деп? Тағы. Айгерім, Зарина. Үміткердің таңдауы. Зарина. Зарина, рахмет, күшті қолдау болып жатыр ғой. Иә, бірақ сіз қуанбадыңыз ғой? Шелеп орныңыздан тұрып, шығып келе жатсыз. Неге? Не болды? Қуандым. Қуандым. Андай, жүрегім бір түрлі болып тұр. Неге? Білмеймін. Бәрі дұрыс па? Андай, түсініксіз болып тұр өзім. Нешім? Ішімдегі сұрақтарға білмеймін не болып жатқанын. Қандай сұрақтар? Біресе жаңа, мысалы, Айбектердің кезінде күшті, көңіл күйім күшті ақ болып отырған. Иә. Бірден түсіп кетті, түсінбей қалдым. Негізі кеше басталған бір жаңалық естігем ғой, содан деп қалдым да. Не жаңалық естідіңіз? Жаман жаңалық па? Әлде жақсы? Не болды? Орташа ғой, енді өзімнің қабылдауыма байланысты. Жоқ, барлығы жақсы негізі бұлай. Қойыңызшы, сізді қазір кәдімгідей мазалап тұрған сұрақ сияқты. Жақсы, жоқ, үміткерге қатысы жоқ деп ойлаймын, ол нәрсенің үміткер қабылдауға дайынмын. Сізге қатысы бар? Иә, өзім жеке өміріме деп айта салайын. Жеке өміріңіз деген осы үміткер ғой? Жоқ, енді қарым-қатынасқа қатысы жоқ деп айтайын. Иә, өзім жеке. Жақсы. Енді уақыт бәлкім ойланып айтарсыз, бөлісерсіз Иә, бізбен. бұйырса айта. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Ассалаумалейкум. Микрофон бар, иә, микрофонға айта беріңіз. Ассалаумалейкум. Қош көрдік, рахмет. Жылы шыраймен күтіп алып жатсыздар. Есіміңіз, иә? Есім Думан болады. Тұман. Думан. Думан. Тұман емес, Думан. Думан. Кешірім сұрайым. Иә. Думан, жасыңыз нешеде? Жасым 24-те. Қай жақтансыз? Шымкент қаласынан боламын. Негізі Қазығұрт ауданында туылғам. Шымкенттің ар жағында бір ауыл бар. Сосын 3 жасымнан бастап Шымкентте тұрамыз. Қазір Алматыдамын. Думан, неге Зарина? Көрдім, ниет еттім, келдім, бірден әрекет жасап. Көрейік. Жақсы. Зарина, әрі қарай өзіңіз. Қош келдіңіз, Думан. Жасы 24-те болса да, бір үлкен ересек адам даусына ұқсайды екен, одан да үлкен жасқа ұқсап тұр даусыңыз. Қош келдіңіз, тыңдап келгеніңізге рахмет. Рахмет, қош көрдім. Қазіргі таңда немен айналысасыз? Мамандығыңыз қандай? Негізі 2022 жылы әскери оқу орнын бітірдім. Қазір таңда 1 жыл 3 ай қызмет етіп, қазір таңда жұмыстан шығып кеттім. Қазір таңда саудамен айналысам, техника сауда. Сол жұмысыңыз бойынша қазір Алматыдасыз ба? Иә. Жалғыз өзіңіз тұрасыз ба, ата-анаңызбен бірге осы жақта ма? Жоқ, ата-анам Шымкентте, өзім Алматыда. Руыңыз қандай? Руым Қаңлы. Мен де Қаңлымын ғой. Ішінде қандайсың? Естілмей алды. Қаңлының ішінде қандай? Еңке. Қандай? Еңке Қаңлы, еңке. Естімеппін мен. Мен Шоқпар Қаңлымын. Өте қуаныштымын. Және қазіргі енді келіп тұрған қадамыңызды ата-анаңыз біледі ғой, иә? Иә, ата-анам біледі. Бәріне хабардар, азылығын берді. Үйде қаншаусыздар? Үйде менен кейін бір інім бар, 8 жас кіші. Екеуміз. Қуаныштымын. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақыт деген нәрсе негізі қате түсінік деп есептеймін өзім. Қазір таңда өз, тем более 21 ғасыр тайм-менеджмент деген дүние көбейіп кетті ғой. Соған қарай бос уақыт нәрсе жоқ. Барлық атқаратын іс-шаралардың бәрін тәртіпке, күн тәртібіне енгізіп қойғанбыз. Сол бойынша нақты жоспармен әрекет жасаймыз. Дұрыс, өте дұрыс. Әр уақытын бағалайтын азамат екен.
спортқа көңіл бөлесіз ғой, өзіңізге Спорт дамуға? өмірінің 35%-ын алады. Күшті. Ол қалай? 24 сағаттың 3-4 сағат спорт қой. Қандай спортпен айналысасыз? Жоқ, айналысатын кәсіп қой, спорт жоқ. Өзім жүгіремін, залға барам, жүзем. Одан бөлек теннис деген нәрселер, солай. Өзім жеке басыммен. Негізі маған сондай спортпен айналысатын ұлдар өте андай мужественный болып көрінеді ше. Қуаныштымын. Осыған дейін арақатынас болды ма сізде? Осы уақытқа 24 жыл қарым-қатынас болмады деп өтірік айтпай қойын, несін жасырам. Болды, бірақ болғанына бір 2 жыл, 3 жыл өтіп кеткен. Сол. Ұзақ болды ма арақатынас? Жоқ, 4 ай, 5 ай болғанда да андай жеңіл ой болған жоқ. Ниет етіп кәдімгідей жүресің, бірдеңе шығады деп жоқ, соңы бәрібір осындай жағдай әкеп тұр. Андай іште қап кеткен бұрынғы адамға деген сезім, оңайған кезде іздеу деген нәрсе жоқ. Жүрегім бос полный. Бас негізі сол ғой. Өтіп кетсе, сабақ алса деген сияқты. Не себепті тоқтап қалды сіздерде? Не себеп тоқтап қалды? Көңіліміз таппадық бір-біріміздің. Ол кезде қазіргі санаммен қарасам, ол кезде жас болғам әлі ақ-қараны қатты ажырата білмейтін, сол себеп. Жалпы жобаны бұрыннан қарайсыз ғой, Есілмей алды. Жобаны бұрыннан қарайсыз ба? Жоқ, бүйтіп қатты қарамаймын, арасында көреміз, ол кезде арасында көзге түскен соң таңдап келіп отырмыз да. Сұрақ керек сияқты, көмек керек сияқты. Думан, да? Қош келдің. Негізі сен Димаш деген ағаң жоқ па? Жоқ. Өйткені бір футболистке ұқсап отыр да, бір Абилова дейтін бір подругам бар еді, соның күйеуіне ұқсап, сол күйеуінің інісі деп ойлап қалдым. Жалпы саған сұрақ, негізі біздің баяғы қатысушы жаңағы Айбек Элеонорамен араласасың ба? Жоқ. Кім, Еркеш бар ғой? Сонымен Еркеш Шымкентте әскери мектеп. Просто не гендерпатияға дайындалып келген шығар деп ойладым да, аяқ киімінде жаңа бүгін ұлы болады деп. Жалпы. Басқа ештеңе айтпайсыз ба? Өзің жоқ андай позитив болсын дегенім ғой, әзіл болсын, өзі қысылып отыр. Қош келдің бауырым, өте күшті керемет қызға келдің. Енді саған сұрақ, енді осындай керемет қыздың жүрегін жаулап алу ана-мына жігіттің қолынан келе бермейді. Жалпы өзіңнің андай пландарың, гейм пландарың бар ма? Или шын ниетпен келдің ба? Қалай болады? Шын ниетпен жасалған гейм план деген негізі қарым-қатынаста өзі сходу болады, ниет жібіне сай өзі жол ашылады ғой. Сол кезде жай-жай көреміз, бірақ енді жігіт ретінде бір қадам, екі қадам алға ойлап жүреміз ғой. Бұлай бірінші бастапқы кезеңге жоспарлар бар. Құрметті көрермен, шымылдық ашыла ма, таныстық бастала ма, барлығын білеміз. Бұған қоса өзге де үміткерлер кімді таңдады, бірге білетін боламыз. Жарнамадан кейін. Елдар деді, барыс деді, барлығы айтылды. Қазір енді көп сөз байын. Үміткердің таңдауы Саддәулет. Саддәулет. Ау. Сақалыңыз болмағаннан кейін ба, жүзіңіз нұрланып, жарқырап, жалт-жұлт етіп тұр бетіңіз. Қойыңыз. Иә. Андай садикке баратын балалар сияқтымын. Үстіне де киініп алғаным же. Аздап. Садикке балаларды апаратын папа сияқтымын деп айтсай, сосын дұрыс болады. Садиктегі бала сияқты. Болдан да. Дайынсыз ба үміткер қабылдауға? Дайынмын, Нақты дайынсыз ба? Нақты дайынмын. Шақырамыз ба? Шақырайық. Саддәулеттің үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, бір сұлу қыз келді сізді таңдап. Есіміңіз? Саламатсыз ба? Есімім Ажар. Ау? Ажар. Ажар. Ажар, жасыңыз нешеде? Жасым 18-де. 18-де екен. Ал қай жақтың тумасысыз? Алматы қаласынанмын. Неге Саддәулет? Саддәулет сымбаттылығымен, сабырлылығымен. Қолдап жіберейік. Айта беріңіз. Сабырлылығымен көзге түсті. Сымбатты, сабырлы дейді. ер мінезді. Оның үстіне мен келетінін сезгенде сақалымды алып кепті бүгін. Сізге сақалсыз болған кез ұнай ма?
Садәулет не істеп жүрсіз? Ау, жоқ жай әзілдегенім ғой. әзілдеп айтып жатсыз, жақсы. Ажар, қош келдіңіз. Келе салып настроение көтеріп отырсыз. Алматы қаласының тумасы, 18-де, иә? Ата-анаңыз біледі ғой, иә? Мені таңдап келгеніңізді, жалпы жобаға келгеніңізді. Иә, біледі. 18-десіз, оқисыз ба әлі? Сырттай оқимын. Сырттай оқисыз. Қандай мамандық? Психология. Ау? Психология. Психология, психологсыз. Бойыңыз қанша? 1,65. О, күшті. Ас үйіне қалайсыз? Жақсы. Жақсы. Кез келген тамақты істей аласыз, жалпы, иә? Кез келген дегенде енді күнделікті жейтін тамағымызды істейміз ғой, бірақ өте күшті істеймін деп айта алмаймын. Ата-анаңыз немен айналысады? Мамам мұғалім, Аха. папам жеке жұмыс жасайды өзі. Түсінікті. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен жұмыс жасаймын. Ау? Жұмыс жасаймын. Бос Жұмыс жасаймын? уақытта, Иә. Қандай жұмыс жасайсыз? Сұлулық салонда жұмыс жасаймын. Мастерсіз жалпы, иә? Спортқа, жалпы табиғатқа олай қызығушылығыңыз бар ма? Бимен айналысқанмын 5 жыл, бірақ қазіргі таңда қоя тұрдым, бірақ қолға алу ойда бар. Күшті, күшті. Көмек керек па? Көмек керек сияқты. Жәнібек. Хош көрдік, хош келдіңіз. Ажар, иә? Иә. Ажар, мен бір Ернар сияқты бір тақпататып айтайын ба? Ажарыңыз аппақ екен, аққан таңдай, екі көзіңіз жарық екен, жаққан шамдай, сізді туған анаңыздан айналайын, күлім көз, оймақ ауыз, жазық маңдай. Қалай? Ернаржан айналайын, қалай бұлай? Мен қалам ба? Бола ма, а? Мен қалам ба осындай? Ал, Бигөкі. Келіп қалды Ажар, Сәтдәулеттің жүрегінде болады. Башардап қойсын. Міне. Енді шынайы қуаныштымыз енді. Сәтдәулет бағана сыртта енді реклама кезінде өзінде Айбекте сән қасында келіп үйленші бауырым дегенді өзінде айтып қойдың. Бір шынымен де үйленге кетті деп айтып едім. Сол тілегіне қарай келді деп ойлаймын. Жақсы бір таныстық болсын деген ниет. Осындай ғана ниет. Әлішер. Жәнібекті айтам да, өзінің маясына бір куплет, бір өлең айтпай, қазір неғып бүйтіп шабыт ашылып кетіп, бұл кісінің орнынан тұрап, андай бүйтіп отыра алмай, шабыттанып, арқан Жоқ, мен шынайы Сәтдәулетке шынайы қуаныштымын. Или маядан шабыт ала алмай жүрсің ба? Мая шабыт береді ғой маған. Бере ма? Көрсетсеші енді айналайын көрейік та бізде, қандай шабыт алып жүрген. Сол кезде көресіз ғой енді. Болды. Не қатық болды ма? Мен Маяны білемін ғой, Маянды білмеймін енді. Жәнібек бір Нұржан жоқ деп өз қуып жүр ма? Ажар жүрегің деп ажар деп қойып кетсек. Бірдеңе десе енді Әлішер, сізге қарап тұрасыз. өзім қалып қойдым ғой жота. Мая, ана всегда Мая ғой үшін. Жақсы жігіттер. Осымен болды, иә. Енді Сәтдәулетке сұрағым бар. Негізі Сәтдәулетте тоже жаңағындай байқап жүрміз, кейін кезде пікірге араласпай, настроениесі жоқ. Көп ойланады. Көп ойланады, что-то бір түрлі болып жүр негізі. Неғып ондай болып жүрсің? Неғып бір мазалап жүрген бір не бар ма жүрегің? Мазалап жүрген ешнәрсе жоқ. Просто бүгін ғана анамды зейнетке шығарып, сол мерейтойын атқарып келгем, жолдан келдім. Болсын. Кішкене ғана шаршап тұрған болмаса, атак бәрі жақсы. Рахмет баласақан үлкен. Соңғы кездері пікірге араласпай жүрсіз деп жатыр. Жоқ, пікірге мен ғой араласатын, хайбай шығаратын. Атак енді білмеймін, белсенді сияқтымын вроде. Бүгін ғана сонда кішкене пассивный болып отырмын. А так нормально. Уайым жоқ дейсіз. Уайым жоқ, я шүкір. Елдар. Қош келдіңіз, Ажар. Сіз негізі қызғаншақсыз ба? Қаншалықты қызғаншақсыз? Қызғаншақпын, иә. Бірақ орнымен ғой, әр нәрсе өзінің орнымен деп ойлаймын, бірақ қызғаншақтық бойымда бар. Мысалы біздің Сәтдәулет неғықты енді бәріміз фото, видео дегенде тиктокқа түсіреміз, сол көзқарасыңыз қалай? Жоқ, түсінуге болады. Түсінуге бола ма? Жаңа сіз айта кеттіңіз ғой, биге қатыстым деп. Қандай би түріне қатыстыңыз? Халықаралық биге қатыстым, 5 жыл айналыстым. Қазір қоя тұрдым. Болса ханым. Иә. Ажар ханым, қош келдіңіз. Өте көрікті қыз екен Сәтдәулет. Негізі бос уақытта болсын, хобби болсын, негізі кәсібі әншілік. Көбінесе дауысы өте керемет, жаңа үміткерлер келсе ән арнап береді. Енді бұның репертуарында Ажар деген өлең бар шығар, енді Аджар Гуджу деп қойып кетпесе. Енді әзіл түсінесіз ғой да. Егер сізге сұрақ қойғым келеді, енді Сәтдәулет өте жаңа соңғы кездері не болып жүр, көңіл күйі жоқ деп бір ән шығады жақында. Тағы да бір әлі күнге дейін бір шабыт келмей жатыр. Сол сіз осы кісіге музасы болады дегенге бір өзімнің нем бар, ойым бар. Жалпы поддержка беруге дайынсыз ба? Қандай жағдай болмасын? Иә, әрине.
Садәулеттің дауысы ұнайды маған да. Менде әу дейтінім бар. Мүмкін дуэт айтамыз. Давайте шымылдық ашылмай тұрып енді тек даусыңызды естігіміз келеді. Жоқ, давайте келесі эфирлерде. Мен қазір қобалжып тұрмын. Балауса ханым, бір Ал жалғаспай қалса ше? Жалғасады. Мен бір елуде елу болып тұрмын ал. Көре жатармыз енді. Балауса ханым, бір өтінішім бар әділетке. Иә. Осыдан кейін бір вообще қалжыңдамаса. Жоқ, енді- Қалжыңнан сәл алыс жүрсең бір Жоқ, енді дұрыс біз- болады ау деймін саған. неге? Сұрағымыз келіп тұр, менен бір өтінішімізді енді қатысушылардың арасына енді жерге қалдырмайды деген ойдамын. Давайте бір. Бірақ енді Жоқ, ренжімеңіздерші. Қобалжып тұрмын, шын айтамын. Жоқ, негізі ештеңе етпейді. Қинамаймыз. Иә, иә. Себебі әрине қобалжу болуы мүмкін. Оның үстіне мен кәсіби түрде айналыспаймын, только любительмін ғой. Былай. Садәулет үйретіп жіберетін шығар деген үміттеміз Мүмкін. алдағы уақытта. Иә, бұйырса Сұрақ қойсам? үйреніп жатады. Иә. Ажарға, иә? Иә, тағы да қош келдіңіз. Мына жақта отырмын. Негізі екі сұрағым бар. Жалпы енді 18-десіз, иә? Қателеспесем, иә, 18-десіз. Негізі үйдегілеріңіз біріншіден біле ма Садәулетке келгеніңізді? Екінші сұрақ, негізі қанша уақытта тұрмысқа шығып кетуге дайынсыз, нақты? Үйдегілерім біледі, жаңа жауап беріп кеттім. Нақты дейтіндей, егер де сезім ашылып жатса, барлығы жігіт жақтан дайын болып тұрса, негізі мен ойлаймын, жарты жыл уақыт жетеді деп. Мен пікір айтып жіберсем осы жерде. Иә, Негізі, иә, осы жерде Ажарға сұрақ болып тұр да, негізі Садәулетті білеміз. Бұл жерде жаңағы анасын бірінші орынға қоятын, өмірінде ең басты тұлға, мен үшін анам дейтін адамда. Сол сияқты енді болашақта анасымен бірге тұруға, сол анасына қолғабыс етуге, жалпы үй тіршілігіне, мынау ас үй бөлмесіне қалайсыз негізі? Жауап берді ол сұраққа. Жақсы ма? Бірге тұруға көзқарас. Жақсы, Сұрақ қойсам. Әдемі. Иә, жақсы ғой, ас үй жақсы ғой. Енді мынандай бір Садәулетке бір қолқа салып жібергіміз келіп тұр енді. Бұл Садәулет соңғы кездері күшті өлең шығарып негізі. Ой, Мариха, пойон табал деген сияқты. Сондай бір құрастырып, Ажарға бір өлең шығарып берсеңіз. Болды, келесі эфирде бұйырса шығарып береміз. Тентек болып қаласыздар ма бәлеріңіз? Қазір шығарып беріңіздер. Қазір шығара алмаймыз, қазір шабыт керек оған. Көріп салмамыз? Иә, андай ғой. Ой, ұра береді бұл кісі қазір. Жоқ, өтірік айтады. Жарымай деп тұрып. Ажарым. Өтірік айтады Балауса ханым. Ал тыңдап тұрмыз. Өтірік айтады. Мұндай қасиетім жоқ, келесі эфирде болмаса. Арнайы дайындалмасам. Аида. Қош келдіңіз, Ажар. Мен жаңа естімей қалдым ба әлі, айтпадыңыз ба, соңғы арақатынас туралы айтып кетсеңіз? Соңғы арақатынас менде серьезный отношение деген болмаған. Несерьезный дегенде ол сіз үшін қандай? Жоқ, мектеп кезде болды, енді балалық оқып жүргенде болады, барлығымызда сондай болған, бірақ бір жігітпен нақты арақатынаста жүріп, кездесіп, ондай болмапты. Мектеп кезінде болғанда, одан кейін мүлдем жігітпен жүрмегенсіз бе сонда? Жоқ. Только мектеп кезінде. Енді 18-де бұл кісі. Ойбай 18. Иә, мектеп бітіргеніне көпте болған жоқ. Сондықтан менің ойымша енді кездесіп те үлгермегені шын шығар. Кім Бекзат? Қош келдіңіз, Ажар. Негізі не ғой? Бағана Ернар сөйлеп қалды ғой енді. Бұйырса кездесуге барсаңыздар, негізі Ернар еріп баруы мүмкін. Фото видео түсіруге немесе жандарыңызға. Қалай қарайсыз негізі 3 адам болып баруға кездесуге? 3 адам болып баруға қалай қарайсыз? Әлде жеке болу керексіз ба Садәулетпен? Егер ол досын алып шықса, мен құрбымды алып шығайын дегендей ғой. Қалай, Ернар алып шықсын ба? Барасың ба? Үміт құрбысы ма? Үміткерім бар ғой. Қалай болады ол? Менің балнұрым бар. Деп қосаң. Яғни бармайсың, ә? Фото видео ғана баратын шығармын бәлкім. Шымылдық ашыла ма Садәулет? Әрине, ашылсын. Ашайық ендеше, шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, немчі, baby, қасымнан кетпеші, love you, baby, сөзіме тек сенші. I love you, baby, бағымсың берілген, I need you, baby, қошы тек менімен, I love you, baby, let me love you, baby. Шымылдық ашылды. Садәулет, әсеріңіз? Әсерім өте жақсы. Әп-әдемі қыз екен. Ямочкасы бар екен, күшті екен. Басынан сразу мақтамай қойыншы, ата қазір бастап аласында сен екінші эфир қайтарасың деп нақтан қазір данышпандар шығады. Сол үшін әдемі, өте көрікті. Сондай бір
ажарлы қыз екен. Ажар десе ажарлы қыз екен, Иә, Ажар, сізге қалай? Садәулет енді бүгін сақалы жоқ. Бірақ барынша енді көңілді отыр. Ойыңыздағыдай? Жақсы. Бәрі жақсы, иә. Негізі сақалбен көргенсіз ғой, көп. Иә, в основном, иә. Қайсысы дұрыс екен? Енді біз әңгіме басталып кеткен сияқты сіздерде. Біз сырласуды босатып алайық ендеше. Сырласудағы Зарина мен Думанды ортаға шақырайық. Қазір студияға қарай келіп, осы жерде өздерінің ойларын айтса, қандай шешім шығарады екен, таныстық жалғаса ма, жоқ па деген басты сұрақтарымызға жауап алатын боламыз. Зарина, Думан. Зарина, таныстық жалғаса ма? Иә, жалғасады. Жалғасады? Жақсы. Жақсы, Думан, келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді шығарып салайық. Сіздерден жақсы кездесулер күтеміз. Жақсы. Иә, Зарина, жайғасып алыңыз. Мен кетіп баратырмын ба сырласуға? Иә, сіздер кетіп баратырым болғанда сізден сұрайын деп жатырмын, барасыз ба? Иә, әрине барам. Әрине барасыз. Жақсы, сіздерді шығарып салайық. Садәулет пен Ажардың арасында қандай әңгімелері жараса ма, қалай болады, барлығын бірер минуттардан кейін бәлкім біле жатармыз. Және де енді бұл жолы Садәулетте де енді бірнеше үміткер болды, таныстық болды бұған дейінде. Бірақ дәл осы жолы сәтті болса екен дейміз. Жалпы әр жолы үміткер келген сайын үнемі тілейміз бір-бірімізге, осы жерде отырып айтып жатамыз. Сенің жолың ашылып кетсе екен, сен бақытты болсаң екен деген сияқты. Біз құрметті көрермен әрі қарай жалғастырамыз және де тағы да шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Айгерім, Элдар. Үміткердің таңдауы Себебі Зарина айтқан болатын, алдында бірнеше рет бойы ұзын, қара торы, спортивного телосложения деген сияқты дәл сондай жігіт отыр, өте сымбатты екен. Қош келіпсіз, Думан. Енді біздің Зарикош өте пысық, бір орында отырмайтын қыз. Тапқыш дегендей сіздің табысыңыз қанша, құпия болмаса? Тапқыш асырай алатындай жетеді ғой ол. Құпия бола салсын. Далада қалдырмаймыз, қарын аш қалдырмаймыз. Сұрақ сізге. Жалпы Зарина болашақта ата-анамен тұру керек па? Сіз үйдің үлкенісіз ба? Үйде? Қаншасыздар үйде? Бірінші, екеуміз менен келінім бар, үйдің тұңғышымын. Үйде Зарина сізбен тұру керек па, ата-анамен бірге қоса? Басында бетажар болады, той болады, құдай қалса бәрі болып кетсе да. Сосын мен қайда жүрем, менің қасымда жүреді ол, келіншекті өзіме алатыр ма, ата-анам емес. Жоқ, енді өзіңіздің ұстанымыңыз бар ғой, осы жасқа дейін, 24-ке дейін өзіңіз ұстанымыңыз бар, талаптарыңыз бар. Сол талапта әйеліңіз, атаңызбен тұрған дұрыс па, әлде жоқ па? Отдельно тұрасыздар ма? Мен қайда жүрсем, мысалы қазір мен Алматыдамын. Егер болып жатса, мен бірге қасымда жүреді ғой. Шымкентке барған кезде ата-анамызбен тұрамыз да, ода тұрған ештеңе жоқ. Сосын осы нәрсені айтқым келеді, өзім бұрыннан зерттеп, өзім қарап жүремін да. Қыздардың нәпсісіне келетін, ауыр келетін нәрсенің бәрі ред флаг деген нәрсе шыққан екен ғой қазір. Оның көбісі неден шығады? Дұрыс, ата ене мен келіннің арасында қарым-қатынаста мен ол нәрсе өзімнің басыма келетін болған үшін некеге дайындық ретінде мен бір тақырыпшас ретінде анамды қазір дайындаймын да, анамды, одан кейін әкемді, одан кейін туған туысқандарымды, ол неге мені таңдап келетін қыз үшін маған тиеді ғой енді, құдай қаласа тұрмысқа шығады. Сол қызбен қарым-қатынас барынша жеңіл, жұмсақ, көркем түрде болып кетуін. Сондай дәрежеге жеткізгім келеді. Маған тұрмысқа шыққан қыз өзінің жұртынан да қатты, менің жұртымды қатты жақсы көріп кетсе екен деп ойлаймын. Сондай ниет бар да, сол үшін қазір ата-анамнан бастап туысқандарымды дайындаймын соған. Сіз қазір ата-анаңызбен мысалы сөйлесіп, менің болашақта келіншегім болатын болса, сіздер қалай осылай ұстауларыңыз керек өзіңізді деген сияқты айтып жатсыз? Иә, айтамын, иә. Осындай қарым түрлі өмірде ситуативный сұрақтар болды, ситуативный положениялар. Солар айтамын, осындай жағдайда сіздер қандай көзқарас танытасыздар деймін да. Сол айтады, негізі бұл кезде бұлай танысақ жұмсақ болып кетеді, бұлай танысақ күшті болып кетеді, давайте күшті болсын деген сияқты. Әртүрлі жағдай ол 1-2 күннің ішінде болған нәрсе емес, сонау 3-4 жылдан бері ойыма келген кездің барлығында айтып, сөйлесіп, сұхбаттасып, әңгіменің бәрін солай әңгіме арқылы шешіп. Әрине, оныңыз дұрыс, соған қарап жар таңдайын, барлығы бір түсіністікпен болған жақсы деп жатсыз. Бірақ енді өмірде барлық ситуацияның алдын алу мүмкін емес қой. Барлығы уақыт өте келе, отбасылық өмірді көре келе, жаныңыздағы таңдаған жанның мінезіне байланысты әртүрлі ситуациялар өтуі мүмкін, өз мінезін көрсетуі мүмкін. Мысалы, мінез жоқ адам жоқ енді.
ол уақыт өте келе бір ситуацияда болса ол өзіне мысалы кейбір ситуациялар ұнамайтынын айтуы мүмкін. Менің ойымша барлығын енді алдын алу мүмкін емес сияқты. Енді бастапқы кезеңде Бірақ тырысамын дейсіз ғой, тырысып жатырмын. Шешімі болады ғой. Ешқандай проблема Ал болмайды. бірақ сізге бірге тұру керек. Егер де Жоқ, Шымкентке қатып барып қалған бірге тұру деген нәрсе жоқ. Мен өзім бөлек отбасы болғым келеді. Басында енді біраз уақыттың көлемінде бірге тұрамыз, сосын бәрі бөлініп шығамыз ғой. Себебі өзім үй салғым келеді, отбасы жалғағым келеді. Зарина, оған көзқарасыңыз? Иә, егер шынымен де 2 жас дамып кетсе, мен ойлаймын да, ата-анамен тұруға болады. Мысалы, пассивный доход болса деген сияқты. Ал егер екеуінде де ешқандай табыс жоқ, ешқандай көтерілмеген, дамымаған болса, ата-енемен тұру кішкене баланы 2 жасты да, керісінше бала позициясына қалдырып қоятын сияқты да, дамуына кедергі болатын сияқты. Ал егер жеке болса, жеке мемлекет болып құрылып кетеді деп ойлаймын. Мадина. Негізінде айтып кеткім келеді, Зарикошқа өте андай сымбатты бір жігіт келіп тұр. Және де негізінде біз кеше ғана өзі айтты ғой, кешеден бері бір түрлі болып жүрміз. Кеше ғана бір осы жар таңдау мәселесі бойынша бір жар, өзіңе лайықты жар туралы әңгіме қозғалған болатын. Және де айтқан болатын, енді өзінің жүрегіме салып қойған, өзінің екінші теңі келетініне мен сенем деп айтқан болатын. Және де бүгінгі состояниесі, яғни жүрегін бір түрлі болып тұр деп тұр ғой, енді сол осы жігітті сезіп тұрмам, мүмкін бір-біріне тең келе ме деген сияқты сондай ойым болып тұр. Енді өте жақсы бір-біріне жарасымды жұп шығатын сияқты, алда таныстық болатын сияқты. Иә, мына жерде жаңағы енді айтып жатыр ғой, Думан, қош келдіңіз. Енді жаңағы айтып жатыр, енді қыз келіндік міндетін жақсылап атқару керек деген сияқты айтып жатыр да. Ал егерде сіз жаңағы өзіңіздің қайын жағындаңызға жаңағы сізге үйдегі тірліктерді істеу деген сияқты бір көмектесіп жіберші деген сияқты нәрсе істеуге қалайсыз, жалпы барсыз ба деген сияқты? Күштімін, барым. Оған қалай қарайсыз деген ғой, енді или жаңағы жоқ, бармаймыз, ол жаққа көп бара беруге болмайды деген сияқты бір талаптар қояды ғой кейбір еркектер деген сияқты. Сізде сондай бір пікір жоқ па деген сияқты? Жоқ, онда жоқ. Сол елден енді қыз алып отырсам, ол жаққа келсінші андай көркем қасиет таныту керек қой. Ал жалпы қанша бір айда бір рет қана бару керек, либо 4 айда бір рет бару керек, немесе 1 жылда 1 рет бару керек деген талаптарыңыз жоқ па? Ондай талап жоқ. Ыңғай келсе бара береміз ғой, жиілетіп, араны үзбей, суытпай. Зарина, сен негізі Алматыда тұрғың келе ме, әлде Шымкентке барамыз, Шымкентте тұрамыз десе? Мен негізі мен бір жерде отыра алмайтын адам, жаңа айтып жатыр ғой, андай тұрақтылық деген маған қызық емес ше, жан жақты көріп жүргім келеді, жұмысым да соған сай болса деп ойлаймын бұйырса. Бірақ негізі Алматының табиғаты, ауа райы ұнайды. Иә, енді өте. Думан, қош келдіңіз. Аккуратно, әдемі жауаптарда сонайдық өзіне бір сенімді бір жігіт келіп тұр негізі. Сосын тұрақтылық деген нәрсе, ол думаю жұмысқа қатысты дүниеде айттың сен негізі. Бірақ адамға қатысты сен по-любому тұрақты боласың. Адамға, иә, тұрақтымын. Иә. Енді менде мынандай бір ой болып тұр да, жалпы Зарина, негізі сен жаңа танысқан шынайы дайынсың ба жалпы? Дайынмын. Өйткені неге ондай сұрақ? Жоқ, мен білмеймін, Заринаның былай енді эфирде отқан кезде қатты ойға шомып кетеді да, ішінде бір бәлкім алай-дүлей может бір естеліктер, воспоминаниялар кішкене бір тыныштық бермей ма, или ол басқа бір жұмысқа байланысты ма, сол нәрсе маған қызық болып жүрген алдынан бері. Өйткені осы жақта отқан кезде кішкене пікірге де араласпай қалады, кейде бір точка қарап отырып қалады да, кәдімгідей ойға шомып. Менде сондай сұрақ болып тұр да, шынайы дайынсыз ба деген сияқты. Ойыңызда өткен күннен бір қалған адамды... Иә, бәлкім сондай бір естеліктер кейде бір маза бермей, сондай бір воспоминаниялар есіңе түсіп, сондай бір болып жүрген жоқ па сенде? Менде ішімде неге ойға шомылып кетем деп өзім де ойлаймын да енді. Бірақ бір сұрақ бар менің ішімде. Мен шынымен де адамды қатты жақсы көре аламын ба деген сияқты уайым бар. Себебі осы күнге дейін ешкімді жақсы көре алмадым. Жүрегімді беріп, өмірімді арнайтындай махаббат болмады да. Шынымен де маған сондай бақ бұйыра ма деген сияқты. Кешеде бір сөз естіп қалдым да, кейбір адамдар болады, өмірде махаббатты түсінбей өтетін адамдар болады деп айтты да. Сол мүмкін мен сондай болып қалам ба, маған сондай бақ бұйырмай ма деп. Енді шынымен қаншама адам келеді да, қаншама таныстық болады, бірақ жүрегім ашылмайды, мен өмір бақи солай болып қалама деген сияқты. Сондай ғана уайым бар менде. Зарина, уайымдамаңыз. Әрине, сіз де жақсы көре аласыз.
бұл жаңағы бірнеше қарым-қатынас сізге бір енді сәтсіз демей ақ қояйын, бірақ нәтижесіз болғаннан кейін сіз ойлауыңыз мүмкін, күмәндануыңыз мүмкін, бірақ ол соңы деген сөз емес. Әркімнің өзінің Құдайдың жаратқан екінші жартысы бар. Сондықтан да сіз соны күтуден, нағыз менің азаматым келеді, шын махаббат менің өмірімде болады деп сіз сеніңіз, барлығы әрі қарай бола береді. Бәлкім тіпті қазір келіп отырған Думан да махаббатыңыз шығар. Енді оның барлығын уақыт көрсетеді. Өзі болады, ондай қиын сәттер көбейіп кеткен кезде артынан бір күшті қуаныш келеді ғой. Мүмкін сондай болып, осы үміткер болып Думан келген шығар деп үміттенемін енді. Ал көбіне сіз ер азаматтардан көңіліңіз қалғаннан кейін сондай ойлар жиі бола ма? Иә, дөп түстіңіз ғой Баласахан. Негізі сондай, мен мысалы Думан танымаймын ғой, бірақ Думаннан мен мың нәрсені күдіктенемін да. А мүмкін ол былай айтса ше, ал мүмкін ол ортаға шығып мен былай айтса ше, мүмкін ол берген уәдесіне тұрмаса ше деген сияқты. Уже мен ол адамды андай қорқып тұрам ше, үркіп тұрам, маған не істейді екен, қай жерімнен пышақ сұғады екен деген сияқты бір қорғанып алам да. Мен еркін өмір сүргім келеді, адамды еркін жақсы көргім келеді, еркін ашылғым келеді да. Бірақ солай андай алдыңғы таныстықта да сондай болып қалды, жабылып қалдым. Бұл жолы енді сәтті болады деп үміттенемін. Бірақ мен енді түсінген сияқтымын, сіздің жаңа да ойланып шыққаныңыз, әрбір қарым-қатынасқа сіз потенциалды менің болашақ адамым келді деп қарамайтын сияқтысыз. Сіз қазір бұл жолы қандай, менде жаңағы факап деп айтып жатамыз ғой, қай жерден сүрінеді екен, бұл адам қандай маған артық сөз айтады екен, ауыр сөз айтып қалады екен деп күту ол дұрыс емес, Зарина. Махаббатқа сенсеңіз, ол уақыт өте келе өзіңізге келеді, барлығы пайда болады, адам барлығын сеніп тапсыру керек. Иә, сол сеніммен енді жұмыс жасаймын барынша. Сенуге тырысам, позитивті ойлауға тырысам. Өзіңізге мүмкіндік беріңіз. Жүрегіңізді ашылып, мен сізге айтпаймын, бірден сеніп кетіңіз дегендей айта алмаймын. Бірақ барынша адам туралы жақсы ойлап, бірінші жақсы ойлап бастап көріңіз, жігіт, ер азамат туралы. Содан кейін уақыт өте келе көресіз енді. Шымылдықты ашамыз ба? Иә, ашайық. Шымылдығы ашылсын. I love you, baby. Жанымды тербеші, ренжи, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзімен тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдығы ашылды. Зарина, әсеріңіз гүл шоқтары сыйлығымен Думан сізге беріп жатыр. Рахмет сыйлықтарыңызға. Думан, әсеріңіз қандай, Зарина? Мен ойлағаннан да үлкен көрінеді екен. Мен 24 жасқа дейінге кішкентай бола шығар деп ойлағам. Өте қуаныштымын. Қуаныштысыз. Иә, жайғасыңыз. Ал қолыңыздағы сіздің сыйлық айтып бересіз бе? Сыйлық кітап, 3 исламда қасиетті тұлғаның кітабы, 3 анамыз Хадиша, Фатима, Айша анамыз сол кісілердің қасиетін оқып, бойына терең сіңдірсе деген ниетпен сыйладым. Білмеймін, оқыдым ма, бірақ өзім ниетім сол. Рахмет сізге. Біреуін оқығам, қалған екеуін енді бұйырса. Ой, дөп түстіңіз. Жарайсыз. Сыйлығыңыз да керемет, гүлдеріңіз де керемет. Зарина, сырласуға барасыз ба? Әрине, сырласайық. Жақсы, сіздерді шығарып салайық. Думан мен Заринаның араларында қандай әңгіме болады, барлығы үйлесіп кете ме, жоқ па? Чемпион шайынан ауыз тиіп, бір жақсы таныстық сөйлесу болсын, таныстық жалғасады деген жауапты осы жерден естігіміз келеді, және алғашқы кездесу болсын, басқа болсын, жаңа да Зарина өзі айтып жатыр ғой, шынымен де сен алмай жүрмін дегендей. Бірақ мен ойлаймын, бәлкім Думан шын бақытты ететін шығарды. Біз әрі қарай жалғастырамыз, және де тағы да шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Айгерім, Барыс.
Сатдәулет. Ақерке. Қалайсыз, Ақерке? Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір баласы ханым, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы. Өткен жолы дәл осылай шақырдық. Үміткер келді, бірақ сіз дайын емеспін дедіңіз. Қазір дайынсыз ба? Бір әжептәуір сұранысқа ие болып тұрмын ба? Үміткерлер негізі келмейтін сияқты еді маған. Сіз миссіз ғой, ойбой. Мына сөзден кейін қабылдамаймын десем, удар келетін сияқты бір жерден деп ше. Жоқ, баласы ханым, негізі өзімді сіз айтып кеткен болатынсыз, жұма күні Ақерке қабылдауға дайын ба деген сияқты. Негізі енді 3 күннен кейін тозаққа да үйренесің дейді ғой. Енді қанша жерден бір мен жоқ дей бергенмен бәрібір енді болар іс болды, бітетін арақатынас бітті. Бәрібір жобаның мақсаты сол болғаннан кейін мен де бәрібір мұқтаж жан ретінде келдім бұл жерде. Біреудің орнын жайдан жай алып отырғым да келмейді. Сондықтан қабылдауға болады әрине. Қабылдайсыз, шақырайық ендеше. Ақеркенің үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз? Есім Диас. Диас. Жасыңыз нешеде? Жасым 21-де. 21-десіз. Қай жақтың тумасы? Алматы қаласының тумасымын. Әкем Нарынқол жақтан. Ақеркені неге таңдау Ақеркеге түсті? Қандай қылығын ұнаттыңыз? Қандай бір жаңағы енді өте сұлу қыз. Оған ешқандай да таласымыз жоқ. Бірақ сіздің көзіңізге немен түсті? Бір-екі эфирді қарап қалдым. Маған қылықтары ұнады, сөйлеу мәнері ұнады. Одан кейін бір рет көрсем ба деп ойладым. Танысып көрсем ба деген ой ғой. Маған бұлай барлық жері ұнады. Ақерке, сұрақтарыңыз? Кімде да... Сәл қобалжып отырған шығар, қатысушылар сіздерде бір күліп, иә? Есімің кім деді? Есіме қалдым. Мен кішкене ауырып жүрген соң құлағым дұрыс. Есім Диас. Диас. Диас, иә. Диас, рахмет, иә, мен таңдап келгеніңізге. Енді бойыңыз қанша негізі? Бойым 1.78. Немен айналысасыз, қандай жұмыспен? Мен қазір жеке кәсібім бастап жатырмын. Оның алдында қазір базарда сатушымын. Сосын мен сұрайын дегем, негізі дауысы кішкене бір жерден естіген сияқтың дауысын. Негізі мені өмірде көргенсіз ба? Жоқ, көрмедім. Енді қанша бауырыңыз бар негізі? Біз үйде екеуміз, інім бар. Алматыда кіммен тұрасыз? Алматыда ата-анаммен тұрам. Болашақта тоже ата-анаңызбен тұрмыз? Жоқ, болашақта бөлек шығамыз. Бөлек шығам. Сіздің маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Сіздің Диас... Менің қоятын сұрақтарым. Сіздер үйде қаншасыздар? Біз ба? Төртеуміз. Төртеу? Ортаншысы ба, үлкен? Мен ба? Ортаншысымын. Негізі сіздің жұлдызнама бойынша кім? Сіздің знак зодиака? Мен Арыстанмын. Арыстан? Иә. Қатысушылар сұрақ керек па? Иә, баласы ханым. Негізі алдында солайынан айтты ғой, бір үміткер келген кезде мен дайын емеспін, анау деген сияқты қылып ше. Бірақ шынымен де сен жаңа айтып жатқанның өзінде де бір сәл бір андай бір неуверенностьті байқап қалдың ба? Енді шыдайсың ғой, бүйтсің ғой деген сияқты бір болады ғой, болды, бітті бізде деген сияқты бір нәрсені байқамадың да. Шынымен де негізі дайынсың ба үміткер қабылдауға? Просто сен өзіңді бір күтпей қалған сияқтысың да деген сияқты қылып. Әлшер, просто мынандай нәрсе ғой. Мен өзімді шамалы андай болады ғой, бір күнәлі сияқты сезініп қалдым да ол кезде. Себебі бізде бір айлық, немесе бір апталық таныстық болған жоқ. Бізде кәдімгідей бір жылға жоқ таныстық болғаннан кейін андай нәрсе болды. Енді барлығы маған халықтың тарапынан жазылып жатты. Ол кісі қатты қайғырып жүр ғой, сен мәз болып дальше отырсын деген сияқты нәрсе. Маған андай болды да, бір ұялмайтын бір қыз екенсің деген сияқты қылып, сондай әңгіме тағы жалғасып кетеді ма, сондай әңгіме келеді ма деген қорқыныш болды. И одан бөлек ол кісінің енді ата-анасы бар, отбасы бар, соларды да ойлау арқылы солай жауап берген болатын. Бірақ қазіргі көңіл күйім менің тікелей денсаулығыма ғана байланысты. Кешеде эфирға келе алған жоқпын. Себебі қазір кішкене денсаулығым дұрыс болмай жүр. Былай негізі бәрі нормально. Негізі енді сен алдында қабылдамаймын дедің ғой. Сол кезде ойланам деді. Енді сен қазір нақты шешім айтып отырсың. Сонда енді
содан кейін сен Сержанмен бір ауыз сөз сөйлескенің болды ма? Енді қалай шештің ол нәрсеге, қалай келдің деген сияқты ғой. Сержанмен мен сөйлескен жоқпын, себебі Сержанмен бір сөйлесетіндей бір әңгіме екеуміздің арамызда қалған жоқ, бірақ үміткерге дейінгі моменттерде маған хабарласқаны бар тұғын, енді расымен де осындай ма деген сияқты, толыққанды соңғы шешімің ба деген сияқты. Мен я деп айттым, негізі біз бір рет емес, екі рет емес, көп рет айырылысқан жұптардың бірі болып есептелеміз, сондықтан уже айырылысып қосылып та шаршайды екен адам, сондай ситуация болды, бірақ үміткерге байланысты ол кісінің жауабына ештеңе қарап қалған жоқ деп те айтсам болады. Жалпы ол кісі кетіп бара жатырған кезде білді, что мен осы жерде қалып отырмын, маған үміткер кіргізілу керек болады, мен үміткер қабылдаймын деген сияқты. Сондықтан ол кісінің бір әңгімесі. Соңғы сұрақ соңғы қысқа 1 минут. Жаңа енді Ақерке өзі айтты ғой, негізі қыздар екі типажға бөлінеді, біреу тез ұмытып кетеді, ары қарай өмірін сүріп кетеді, біреулер ұмытамай жүреді. Сен қай типажға жатасың негізі? Соңғы сұрағым. Мен жалпы ұзақ уақыт бір адамды жақсы көргеннен кейін, енді мен негізі болады ғой, бір однолюб адамдар, мен сондайдың қатарына жатам негізі. Менде андай нәрсе болады ғой, просто адамның орнын адам басады деген сияқты позициямен ғана өмір сүретін адаммын жалпы, бірақ менде андай болмайды. Каждый раз күн сайын, бір апта сайын әртүрлі адамды ұнатып қалып, олай тез уақытта сезім ашыла бермейді. Бірақ егер де нормальный адам болса, почему бы и нет? Я енді таныстығы тоқтап қалды ғой, енді ұмыта алмадым деп үміткер қабылдамай бұл жерде отырғанда жөнсіз болады деп ойлаймын. Сондықтан үміткер қабылдап, солай жасағандары негізі жөн деп ойлаймын. Тікелей енді мәселенің басын ашып алу үшін Ақеркеге былай сұрақ қою керек сияқты. Болашақта енді Сержан жаңа қайтадан жазып, қайтадан бір жерге шақырып деген сияқты сондай дүниелер орын алса, қайтадан бір қосылып кету деген мүмкіншілік бар ма, әлде түбегейлі осымен бітті ма? Ондай дүниелер негізі болғаннан кейін қойылып отырған сұрақ екен біліп отырмын Расулдың тарапынан. Бірақ енді сонда да мен негізі білмеймін, анамнан кішкене уже сол ситуацияларға байланысты қатты ұялам, сондықтан я думаю, уже болмайтын сияқты. Я думаю емес, так есть. Ондай нәрсе болмайды. Енді кездеспеймін ол адаммен. Ақерке, шымылдықты ашамыз ба? Я ашып көрейік. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Қошы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды. Ақерке, әсеріңіз? Я, нормально, баласы ханым. Бірақ енді жаңа шымылдық ашылмастан бұрын жасым 21-де деген сияқты айтылып қалды. Енді ол нәрсе мен үшін кішкене қиындау болады, себебі менің... Сіз қазір нешедесіз? Мен ба? Мен енді 23-ке толам, берсе енді арамыз бір жас, бірақ сонда да білесіздер қыз балаларының енді ойлау қабілеті ұлдардан бір 3-4 жыл алдыға жүреді ғой, кішкене сонымен ол не қиындау болатын сияқты. Бірақ дегенмен де адаммен сөйлесіп көру керек, сол арқылы адамның ойының қаншалықты дәрежеде екенін, қаншалықты ер азамат па, жаңағы ересектеу көріне ме дегеннің барлығын сөйлесіп білу керек сияқты. Таныстық бастала ма? Баласы ханым, мен бұл кісінің уақытын алғым келіп отырған жоқ. Екеуміздің сырт келбетімізде мүлдем келмейтіні көрініп тұр негізінен. Енді өзім толыққанды кәдімгідей шымылдық ашылған кезде өзімнің полностью көңілімнен шығатын бір адам келсе, сондай адамды күткім келіп отыр негізі. Бірақ келгеніне мен таңдағанына үлкен рахмет айтам, бірақ тіпті бір орнымыздан тұрған кезде де бір мен өзімді әпкесі сияқты сезініп отырмын бұл кісінің қасында, ренжімес деп ойлаймын. Жақсы, ренжімейсіз деп ойлаймын енді. Диас, келгеніңізге үлкен рахмет. Сіз өте сымбаттысыз, ақылды жігітсіз. Бірақ енді сіздердің жаңа жасы ерекшеліктеріңізге байланысты сіз кішілеу көрінетін сияқты деп айтып жатыр. Бәлкім басқа қызды таңдап, алдағы уақытта енді ойланып келерсіз енді. Уақыт көрсетер, сізге чемпион Кения Сансай чайын сыйға тартамыз, бақытты болыңыз. Жақсы, сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, айта кетейін, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз, және де кеше ғана, жақында ғана сөз салынған үйленеміз деп отырған жұптарымыз Алишер мен Аягөздің той туралы әңгімесі бар ма, ата-ана таныстыру дегендей не жаңалықтар бар, бірге білеміз. Бұған қоса айта кетейін, Мадинаның көңіл күйі жоқ, Фархатпен араларында қандай мәселе болып жатыр, бірге білетін боламыз. Сау болыңыздар.